Ассаламағалейкум, атақты алашұрты, құрметті ұлы көшкен мүдделі қауым және Атамекен партиясының қолдаушылары. Өздеріңіз білгендей, өздеріңіз күткендей, бүгін қасиетті жұма күні ақпан айының 3 күні түстен бұрын бірінші рет біз бастамашыл топтың партия құру жөніндегі өтінішін әділет министрлігіне өткізген болатынбыз. Заң бойынша олар сол бір күннің ішінде жауап беруге міндетті екен. Кешке жақын сағат 8-де шақырып алып, өзінің жауабын қайтарды. Жауабын бердік, жазбаша жауабын қолымызға ұстатты, барып алдық. Әрине, онша адам қуана қоятындай жаңалық жоқ бұл жауапта. Орысша айтсақ отказ берді, қайтарып тастады. Біздің ұсынысымызда жасаған құжаттарымызда қателіктер бар депті. Нақтылап айтатын болсақ, сол саяси партия құру жөніндегі немесе саяси партиялар туралы заңның 6 бабының 1 тармағының 8 бабының 10 бабы 6 тармағының талаптарына сәйкестігін тексеруді жүзеге асырады дейді. Сол баптар бойынша тексерген екен. Сөйтіп келіп, сонымен қатар дейді, ұсынылған азаматтардың бастамашы тобының тізімі заңның 8 бабының талаптарына сәйкес келмейді депті. Сосын 20 қаңтардағы ұйымдастыру комитеті жиналысының хаттамасы заңның 6 бабының 3 тармағына сәйкес келмейді деп қайтарыпты. Енді бағана бір шолып көріп шықтық. Енді шұқшиып отырып соны зерттейміз. Заңгерлермен сөйлесеміз. Бұрынғы партия құрып тіркетіп жүрген әріптестерімізден ақыл кеңес аламыз. Сөйтіп, белгіленген тәртіппен біз қайтадан да өтінішімізді өткізетін боламыз. Бұған абыржудың ешбір жөні жоқ. Мүмкін бізден кеткен шығар қателік. Сондықтан бір емес бірнеше рет осы қашан тіркелгенше біз осы рұқсат бергенге дейін біз өтінішті жалғастыратын боламыз. Ал енді құрметті Атамекен партиясын құруға атсалысып жатқан азаматтар, ақылдастар алқасы, бастамашы топтың белсенді қыз-жігіттері, сіздерге айтатын алғысымыз шексіз. Біз бұл әрекетімізді ешқашан тоқтатпаймыз. Себебі бұл өте керек партия. Бұл мемлекетке керек партия. Бұл осы Қазақстан халқына керек партия. Мен бағана осы партияны тіркету туралы құжат тапсырған кезде мақала жазған болатынмын. Мақала жаздым. Сол мақаламда айттым. Әрбір партияның өзінің функциясы бар атқарып жатқан. Мысалы, Байтақ партиясы, Жасылдар партиясы дейді, экологиямен айналысып жатыр. Еліміздің экологиядан сын көтермейтін осындай жағдайлары бар. Өте-мөте мұнайлы өлкелерде қазба байлықтар қазып жатқан, Алматы қаласының ауа райының өзі қаншалық, қаланың шет жағасындағы өндіріс орындарының экологиясы, осының бәрі, сосын қаптаған қалың машина, ескі машиналар, соның бәрімен осы Байтақ партиясы айналысатын болады. Айналысып та жатыр деген сөз. Сол сияқты біз капиталистік еліміз, орта шағын бизнесті жандандыруымыз керек. Ол біздің экономикамыздың негізгі тірегі. Жұмыс жоқ деп шулайтындар көп қой енді. Жұмыссыздықтың бар екенінде шын. Сондықтан орта шағын кәсіпорынның дамытуды мынау жаңадан құрылған республика партиясы ұстап отыр. Енді жасыратын жоқ, бұрынғы партиялардың бәрі, былайша айтқанда, дежурный партиялар болатын. Бірінің аузынан бірі түсіп қалғандай, бәрі бір жақтан бір бұйрық күтіп отыратын партиялар болатын. Ал енді тағы да ақсап жатқан бір сала бар, ол міне көші-қон, демография. ТМД елдерінің артында ең соңында қалған халық санының өсу жағынан 12%. 60-70% өсіп кеткен. Мысалы, Түркменстан, Тәжікстан, Өзбекстан тіпті сұмдық. 35 миллион болды. 35 миллион. Біз әлі 20 миллионға жете алмай жатырмыз. 19 миллион бірдеңке бүгін мен жаздым. Көрдіңіздер ме? Көшіп келіп жатқандардан көшіп кеткендердің саны әлде қайда 10 еселеп артып жатыр. Ұлан Байтақ жеріміз мынау.
Bizde халық саны жоқ. Сол халық санын көбейтетіннің бір үлкен қан тамыры, күре тамыры ол шеттен келетін қазақтар. Көрдіңіз ба? 6 миллионда 7 миллион халық шетелде отыр. Олар көшіп келу керек. Біздің байтақ даламызды қазаққа толтыруымыз керек, халыққа толтыруымыз керек. Осының бәрін үйлестіріп отыратын әрине партия керек. Мемлекетке керек. Ауыт Мұқибекке емес, мемлекетке керек. Сондықтан бұны мен жоғары жақтағы билік басындағы ағайындар жақсы ойласқан жөн деп айтқым келеді. Жақсырақ ойласқаны жөн. Біз жау емеспіз, қазақтың баласымыз, бәріміз қарға тамырлы қазақпыз. Сұраса келсек, бір-бірімізбен қарым бере шығып қалуы мүмкін. Сондықтан бір-бірімізге үрке қарамауымыз керек. Бір-бірімізден мініздемеуіміз керек. Бір-бірімізден қауіптенбеу, қатерленбеуіміз керек. Енді заң бар, біздің тірегіміз заңның аясында жұмыс істейміз. Партияда заңның аясында қызмет атқаратын болады, жұмыс атқаратын болады. Сондықтан шеттен келген ағайындардың біз потенциалынан толық пайдалана алмай жатыр Қазақстан. Жаңағы орта шағын кәсіпорынды дамытуда олардың үлесі зор. Мен айтып келе жатырмын, инвесторлар тартуда олардың үлесі зор. Белгілі дәрежеде мәдениетті, тілдің мәселесін шешті олар. Сондықтан бұл үрдісті біз ары қарай жалғасты пайдалануымыз керек. Өткенде еңбек министрлігінің жасаған жаңағы көші-қон саясатының жобасында шетелден мамандар шақырады екен. Құдай мамандарды сіз шақырмай өз аяғымен келіп жатыр. 30 жылдан бері келген маманның қайсының біз қадір қасиетіне жете алдық. Сондықтан бұл мәселені тереңірек ойласу керек. Бұл мен мына жағым жабды. Ал енді бұның кері әсері болады. Егер осы саламен белгілі бір ұйым, белгілі бір партия жақсылап отырып айланыспайтын болса, онда ол өзі қазақша айтайын, антұрғанның сақалы алдына кетеді дейді. Проблемаларын шешу үшін олар не істейтін өздеріңіз білесіздер. Онда олармен басқалар айланысатын болады. Айланысып та жатыр. Мен сізге айтайын. Көшке мысық тілеулі адамдар бар. Президентке қарсы күштер бар. Солардың бәрі осы шеттен келген ағайындарды пайдалану мүмкін. 11 жылы солай пайдаланған болатын. Бәле қазан жауып, қаңтардың да оқиғасын жапқысы келді. Осындайлар әңгімелер көп. Бұл халықтың билікке наразы көңіл күйін арттырады. Мен осыған қатты алаңдаймын, шынымды айтсам. Жеке өзім осы саламен айланысқан азамат ретінде. Сондықтан құрметті ағайындар, бұндай әңгімелердің әлі талайын айтатын боламыз. Сондықтан ешқашан суымаңыздар. Құдай бұйырса, тағы да жалғасты осы мәселені, осы әрекетті алып барамыз. Атамекен партиясын құрып шығамыз. Атамекенімізді Алталаштың баласы, Алтықұрлықтағы қазақтың Алталаштың баласы, өзіміздің тарихи атамекеніміз Қазақстанымызда гүлден туге есемізді қосатын боламыз. Қосып та келдік, қосып та жатырмыз, болашақта да қоса беретін боламыз. Менің бүгінгі айтарым осы. Құрметпен Ауыт Мұқибек, ақпан айының 3-жұлдызы.